Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 9 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша 4-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды талдап орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада сурет негізінде берілген сұрақтарға жауап береміз. Екінші тапсырмада Қазақстанның 1900-2000 жылдар аралығындағы экономикасын жаңғырту кезеңін сипаттайтын боламыз. Үшінші тапсырмада статистикалық деректер негізінде берілген сұрақтарға жауап береміз. Төртінші сұрақта деректі пайдалана отырып Қазақстанда ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаның қажеттілік дәлелдейтін боламыз. Және бесінші сұрақта деректі пайдалана отырып Қазақстанда ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаның қажеттілігін дәлелдейміз. Онда өз жұмысымызды бастайық, құрметті оқушылар. Бірінші тапсырмада берілген эмблеманың қандай тарихи оқиғаны сипаттайтынын анықтаймыз. Бұл әрине бізде Қазақстан 2030 стратегиясы. Құжаттардың қабылданған жылы 1997 жылы. Құжаттардың басымдықтары 7 ұзақ мерзімді басымдықты анықтады. Кезеңдері екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары. Екінші кезең еліміздің бәсекеге қабілеттілігінің негіздерін қалыптастыруға арналған Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары орындалады. Маңыздысы, әлем өз дамуының стратегиясы жасауға қабілетсіз көптеген елді көрді. Мемлекеттің өз жоспарын орындай алмаған мысалдары да одан да көп. Әртүрлі жағдайлар саяси ықтиярлардың нашарлығы және көшбасшылардың қабілетсіздігі арман мұраттың күйреуіне әкеліп соқты. Азаматтардың әл-ауқатын жақсарту мен елдің гүлденуіне апаратын жол күрделі әрі ұзақ. Сенімді стратегия ғана табысқа апаратыны анық, құрметті оқушылар. Екінші тапсырмада Қазақстан экономикасын жаңғырту кезеңі 1990-2000 жылдары. Бірінші кезең 1991-93 жылдары дағдарыс және егемендікке ұмтылыс деп аталады. Бұл кезеңде ксро ыдырауымен дәстүрлі экономикалық байланыстардың үзілуімен сипатталады. Басты мақсат тәуелсіз мемлекеттің экономикалық негізін қалау. Негізгі оқиғалар бағаны босату, либерализация басталды. Кеңестік рубль аймағында қалаудың салдарынан гиперинфляция орын алды. 1990 жыл 15 қарашада ұлттық валюта теңгенің айналымын бұл елдің дербес ақша несие саяси жүгінуіне жол ашты. Екінші кезең 1994-95 жылдары макроэкономиканы тұрақтандыруы, теңге енгізілгеннен кейін экономиканы сауықтырудың жүйелі шаралары қолға алынды. Басты мақсат инфляцияны ауыздықтау және жекешелендіру бастау. Негізгі оқулар инфляция деңгейінің төмендеуі, жаппай жекешелендіру, мемлекеттің кәсіпорынды жеке меншікке бере бастауы, банк жүйесіне алғашқы қадамдар жасалды. Үшінші кезеңде 1996-97 жылы құрылымдық реформа мен инвестиция, экономиканы тоқтау белгілі деңгейде тұрақтылық орнын бастаған кезең. Мақсат тікелей шетелдік инвестицияларды тарту, заңнама базаны нығайту. Негізгі оқиғалар шикізат секторына мұнай, газ, металлургия, ірі трансұлттық компаниялар келді. 1997 жылы Қазақстан 2030 стратегиясын қабылданды. Онда экономикалық өсудің ұзақ мерзімді басымдықтары айқындалды. Зейнетақы реформа негізі қаланды. Төртінші кезең 1998-2000 жылдары дағдарыстан шығу және нақты өсу. Бұл кезең әлемдік, әсіресе Азия мен Ресейдегі қаржылық дағдарыстың ықпалымен басталды да жедел қалпына келумен аяқталды. Басты мақсат сыртқы соққыларға төтеп беру, экспорттың әлеуетті арттыру. Негізгі оқиғалар 1999 жылы теңгенің еркін айналымға жіберілуі, девальвация. Бұл отандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттырды. Мұнай бағасын әлемдік нарыққа өсу бағытталып, жеке ішкі өнімнің нақты өсімі байқалды. 2000 жылы ұлттық қор құрылды мұнайдың түсетін табыстарды жинақтау үшін. Үшінші тапсырманың жауабы бойынша Қазақстанда шағын және орта бизнестің қарқынды дамуына әсер еткен себептер жазыңыз. Кәсіпкерлікті даму нарықтық экономиканы дамытудың кепілі. Сондықтан да кәсіпкерлік төңірегінде көптеген мәселелердің экономикадағы рөлін аса маңыздылығы дәлелдейді. Оның негізгі маңыздылығы ел президенттің Қазақстан халқына жолдауында еліміздің экономикалық саясатының бірден-бір басымды бағыты кәсіпкерлік деп аталғаны айқындалады. Шағын және орта бизнесті дамудың басқару еліміздің жүзеге асырып жатқан саясатының стратегиялық мәселесі болып табылады. Кәсіпкерлік қызметі еліміздің шаруашылық қызметінің жандандырылған күші деп білуіміз қажет.
Шағын және орта бизнесті дамытудың басты мақсаттары мен нәтижелері қандай болмақ? Шағын және орта бизнестің негізгі мақсаттары бұл көбінесе жергілікті нарықты қажетті өнім мен қызметтермен қамтамасыз ету, жұмыспен қамтылу мәселесін шешудегі жәрдем. Мұндай мәселелердің оңтайлы шешілуі ауыспалы кезеңде орын алатын әлеуметтік дағдарыстың зардаптарын азайтады. Шағын және орта бизнес халықтың әл-ауқатын арттырумен қатар жаңа қосымша жұмыс орындарының ашылуын құру сияқты дәйек мәселелер оның өзектілігін көрсетеді және экономиканы реформалаудың ажырамас бөлігі деп қарастыруға негіз береді. Пандемиядан кейін шағын және орта кәсіп саласында қандай өзгерістер болды деп ойлайсыз? Менің ойымша, көлемдер пандемия барысында жасап отырған кәсібінің сапасы мен халықтың сұранысына сәйкестігіне бағалай алды. Алдағы уақыттарда кәсіпкерлік тұтынушыларды қанағаттандыратын кәсіп саласын дамытуды қолға алады деп сенемін. Қазір жағдайда бұл адамдар үшін алғашқы қажеттіліктер азық-түлік пен дәрі-дәрмек, киім саласы болуы мүмкін. Берілген жылдарында халықтың табыс көлемінің артуына әсер еткен жағдайларға жазыңыз. Мемлекеттік қабылданған әртүрлі бағдарламалардың әсері бар деп санаймын. Мысалы, бизнестің жол картасы 2025, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақыларының өсуі, студенттердің шәкіртақыларының көлемінің өсуі және тағы да басқалар. 2013-2016 жылдар аралығында табысы азық-түлік қоржын құнынан төмен халықтың үлесі не себепті өзгерді деп ойлайсыз? Менің ойымша, 2014-15 жылдары қаржылық дағдарыс пен Ресейге бағытталған санкциялардың әсері болуы ықтимал. Төртінші тапсырма жауап бойынша мәдени мұра бағдарламасы. Бағдарламаның мақсатын жазыңыз. Бұл мәдени, экономикалық және әлеуметтік капитал жалпы азаматтың мәдениетінің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының басталуы, тарихи естеліктердің маңызды қоймасын жасау және қорғау бағдарламасы. Бағдарламаның жүру барысында мысалдар келтіріңіз. Деректер базасы жасалды. ЮНЕСКО-ның тізімінде енгізілген мәдени және аралас мұра объектілерінің күзетілген аумақтар мен бөлу шекарасы белгіленді. Бағдарламаның қажеттілігін дәлелдеңіз. Нұрсұлтан Назарбаев мәдени мұра бағдарламасын мемлекет мәдениетіне қолдау көрсететін стратегиялық ұлттық жоба деп аталған. Бағдарлама халқының гуманистикалық курсы және потенциалын көрсетіп, оның тарихи тәжірибесін байытып, болашақтың сенімді тірегі болмақ. Қазақстан тарихында гуманитарлық акция ретінде жүргізілетін мәдени мұра бағдарламасы бұдан әрі қарыштап дами бермек. Бесінші тапсырманың жауабы бойынша рухани жаңғырудың бағдарламасы. Бағдарламаның мақсатын жазыңыз. Бұнда сананы жаңғырту, ұлттық болмыстың ұлттық кодын айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарау жолындағы мақсат мүдделер туралы өзекті мәселелер келтірген. Бағдарламаның жүру барысында мысалдар келтіріңіз. Еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде қазақстандық патриотизм ұғымы қолданылып келеді. Қазақстандық патриотизм арқылы отан, туған жер, ел, атамекен, туған өлке туралы түсініктер, оқу тәрбие үрдісінде сабақтан тыс іс-шараларда отансүйгіштік сезімді дамытуға, ұлттық салт-дәстүрді сақтау мен мемлекеттік рәміздерді құрметтеу сияқты сезімдер мен оқушылар бойында қалыптастыру жүзеге асырылуда. Бағдарламаның қажеттілігін деп дәлелдеңіз. Екі дәуір түйіскен өлара қырақта Қазақстанды түбегейлі жаңғырту және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр. Жаңа жағдайда жаңартуға деген ішкі ұмтылыс біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Осы өмір сүру үшін өзгеру керек. Оған көнбегендер тарихтың шыңына көміліп қала береді. Бағдарламаға қатысты өз пікірін білдіріңіз. Бағдарлама заман талабына сай болашақта Қазақстанның ұлттық құндылықтарын сақтай отырып әлемге танылуына мүмкіндік ашады. Міне, құрметті оқушылар, біз барлық сұрақтарды таңдап болдық. Қандай да сұрақтар болса жазыңыздар. Мен сіздерге жауап беруге дайынмын. Алда тұрған сынақта сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар.